ақылдың кені мұсынады. Жүсіп баласағұнның өсиет сөздері. Егер қолыңнан келсе қайда болса да халқың үшін жақсылық қыл, сөзіңде қылығыңда жақсы болсын. Ақылмен іс қылған бек елге сүйкімді болады. Біреуді үйрету өзіңнің қайталап үйренуің. Қайда жүрсің де өзіңді тізгіндеп ұста. Ойлауы мен сөйлеуі қоса жетілген адам ғана жан-жақты жетілген адам. Ақылды адамдардың сөзі көрікті де, сүйкімді болады. Адам салқынқанды, тұрақты, жақсы мінезді болу керек. Адамға оның ақылы ғана дос. Парасат қараңғыдағы шырақ. Ақылдылықпен ел биле, білімділікпен жұрт аузыңа қарат. Жақсы адам ғана жақсы басшы болады. Адамға екі нәрсе тіректегі, бірі тіл, бірі ділің жүректегі. Не дер екен мейірім мол кісі, мейірбандық кісіліктің үлгісі. Есіңе ұстап мейірбанның нақылын, дәулет болар алсаң соның ақылын. Мейірімнен шынайы лебесет, соны бақсаң дәреже, бақ өсет. Көп ойлап жақсы сөйле нұсқа болсын, қайтарар жауабыңда қысқа болсын. Көңіл терең теңіз, білім тереңінде жатқан інжу маржан. Лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпайық.